Сәлем достар, сіздермен бірге Аружан. Бүгінгі видеода біз жареный пельмени жасаймыз. Ең алдымен 150 мл суымызға жарты ас қасық тұз саламыз, 200 грамм маргарин қосамыз және жарты ас қасық дрожь пен разрыхитель қосатын боламыз. Бір жұмыртқамыз бен ұнды қосып, қолға жабыспайтындай етіп қамыр илейміз. Дайын қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қалдырып қоямыз. Картошкамызға тұз қосып, жақсылап қайнатып аламыз. Бір пиязымызды майдалап турап, қызарғанша қуырып аламыз. Піскен картошкамызға кішкене май қосып, жақсылап езіп аламыз. Жақсылап езіп болған соң қуырылған пиязымызды қосамыз және де бұрыш қосып жақсылап араластырамыз. Демалған қамырымызды екіге бөліп, домалақ етіп жаямыз. Пельмендерді қызып тұрған майға қуырып аласыздар. Осымен біздің жареный пельмендеріміз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Сіздермен болған Аружан.